Қайырлы күн, достар. Сіздерге бүгін тофудан жасалған тағам түрін ұсынатын боламын. Тофу бұл пайдалы тағам, калориясы да көп емес. Тофудың құрамында май, көмірсулар аз. Ағзамызға өте қажетті 9 амин қышқылдың барлығы бар. Әуелі тофуды кубик тәрізді кесіп аламыз. Сонан соң жұмыртқаны аламыз. Бірнеше адамға дайындайтын болғандықтан мен 4 жұмыртқа алып отырмын. Сарысы мен ақуызын жақсылап араластырып алуымыз керек. Сарысы мен ақуызын жақсылап араластырып алып, екеуін қосу үшін терең ыдыс алып, әуелі тофуды саламыз. Оның үстінен жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны тофу бойына сіңіріп алу үшін араластырып алған дұрыс. Тофу мен жұмыртқаны араластырып жатқан кезде табамызды қыздыра береміз. Тофу бұл жасұмық пен кальцийге бай. Дайын болған массамызды қызып тұрған табаға салып қуырамыз. Жұмыртқа мен тофуды осылай қуырып аламыз. Дайын болған тофуымызды бөлек салып аламыз. Содан соң әрі қарай қызып тұрған табамызда ұсақтап турап алған аскөкті, капустаны, көк пиязды қосып араластырып қуырамыз, үстінен қызанақ саламыз. Мен кішілеу бір қызанақ қостым. Барлығын бірге қуырып аламыз. Қалағанымызша тұз, қажет болған жағдайда қара бұрыш салуға болады. Содан соң араластырып алып, үстінен 100 граммдай су құямыз. Аз ғана қайнатып аламыз. Содан соң үстіне алдын ала жұмыртқамен бірге дайындап алған тофуымызды салып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Барлығын толық араластырғаннан кейін қақпағын жауып, баяу отта 5-7 минуттай бұқтырамыз. Дайын болған тағамның өзін ұсынуға да болады, немесе гарнирмен беруге болады. Достар, міне, өте керемет болып шықты. Дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең дәмді, сүйікті рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы қандай рецепттерді көргіңіз келетінін жаза кетіңіз. Кездескенше аман болыңыздар.